Бұл кітапты ашатын нәрсе пайғамбарымыздың атақты бір сахабасы. Тіпті пайғамбардың қызметкері деп жатады. Анас ибн Малик әл-Ансари деген кісі сахаба. Пайғамбарымыз тіпті бұл адамға батасын берген. Аллахумма рзуқху малан ва валадан ва барик лаху деген айтқанымыз, Алла тағала осы адамға несімен мал, бала шағасымен ризықтандыр, және бұл адамға берекет бер деген дұғасымен басталады. Сол сияқты Анас ибн Малик бір кішкентай бала еді, 10 жастағы. Анасы Ғумайса екі нәрсені бұл адамға жүрегіне ұялады. Біріншісі пайғамбарына деген бір махаббат. Пайғамбарын көрмей тұрып, пайғамбарды сүю, пайғамбарды жақсы көру, бұл әрбір мұсылманға бір міндет болар. Өйткені айтқанымыздай, ешқайсымыз пайғамбарымызды көрген жоқпыз. Бірақ пайғамбарымызға деген сезіміміз бір ерекше. Сол сияқты бұл адам бала кезінен пайғамбарына деген бір махаббатпен жүрегі толы. Сөйтіп күндердің күнде қасындағы өзінің бір бой жеткен жаңағы бүлдіршін балдармен бірге пайғамбарымызға бір Меккеге барғысы келіп, көзін көргісі келіп жүреді. Құдайдың қалауы күшті ғой. Күндердің бір күні пайғамбарымыз және оның досы Әбу Бәкір Сыддық екеуі жаңағы Ясриб, ескі Мединаның атына, Мединаға қарай жолға шыққан жөнінде хабар келіп жетеді. Жүрек махаббатқа толы. Қайта-қайта көздері мен жүректердің бәрі сол келетін жолға байланады. Қайта-қайта таң атысымен балдар сол жаққа жүгіріп, пайғамбарымызды күтумен көздер талады. Сөйтіп жүрген кезде Құдайдың қалауы күшті, бір күні пайғамбарымыз және оның шыншыл досы Мединаға жақындай жатыр деген бір хабар келеді. Үлкені бар, кішісі бар, бәрі сол жолға қарай бағытталып жүгіріп, пайғамбарымызды құрмет қошеметпен күтіп алмақшы болады. Әйел адамдар үйлерінен күтеді, бала шаға үйдің шатырларына шығып күтеді. Сөйтіп әйтеуір науқасы бар, сауы бар, бәрі сол жолда пайғамбарымызды күтумен жүреді. Ойпырмау, не деген бір пайғамбарымызға бір махаббат. Сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Бұл нәрсені тек қана шынайы түрде сезген адам біледі. Медина қаласы пайғамбарымыздың келуімен нұрланған үстіне нұрлана түседі. Сөйтіп, көп кешікпей пайғамбарымыз да келіп, адамдардың қасымен өтіп, көбі сұрап жатады, пайғамбарымыздың біздің үйге қоныстанса екен деп. Көп кешікпей Ғумайса, Анас ибн Маликтің анасы, кішкентай Анасты ертіп пайғамбарымызға барып, мынандай бір керемет сөз айтады. Көптеген адамдар сізге беріп жатырған сыйлық сияпаттар көп қой, менің берерім жоқ. Менің берерім осы балақай. Осыны қызметіңізге алыңыз, қалағанша қолданыңыз деп пайғамбардың тәрбиесіне береді. Сонда жаңағы Анас ибн Малик кішкентай 10 жастағы бала, шашы бұйра-бұйра, анасының қасында бір кішкентай бір лақ құсап, ойнақтап шауып жүреді. Пайғамбарымыз мүбәрак қолдарымен басын сипап, сондай берген сыйлыққа қатты қуанып жатады. Сөйтіп, пайғамбарымыздың отбасына Анас ибн Малик келіп қосылады. Пайғамбарымыздың тәрбиесінде 10 жылға жуық сол жерде пайғамбарымыздың қызметінде болады. Тіпті пайғамбарымыз дүние салғаннан кейін 20-ға келген Анас пайғамбарымызды қайта-қайта айтып, өзі жылап, айналасындағы адамдардың көз жасқа толтырып отыратын кездері болған. Айтқанымыздай пайғамбарымызды қайта-қайта еске алып, бала кезінде пайғамбарымыз бір нәрсеге жұмсаса, көшеге шықсам балдардың бәрі өте көп екен. Балалықпен солармен бірге ойнап кетіп жататын уақыттарым да болған. Бір кезде артына бір адамның қарап тұрған сезем, бұрылып қарасам, ардақты пайғамбарымыз жымиып бар болғаны, әй Анас, мен сені бір жұмсаған шаруаға бардың ба? Деп ұрыспастан, айқайламастан, зікірместен сөйтіп бір жымиып, жұмсақтық танытып жататын еді. Сол нәрселердің бәрін айту арқылы, сол көп жылдар бойы Мединада өмір сүріп, айналасындағы адамдар осы пайғамбарымыздың түр сипатынан сол кісіден көптеген пайдаланып, сол жағында біліп жататын болған. Тіпті Анасты атағанның өзінде Унайс, кішкентай Анас, балақай деп еркелетіп, сол Анасқа айтып жататын еді. Сол сияқты пайғамбардың қызметінде болған Анас пайғамбарымыздың көптеген жаңағы бір ерекшеліктерімен бөлісіп отыратын еді. Және де пайғамбарымыздың бір көркем мінезі екен. Мақсаты шынайы түрде тек қана Алланың әмірін орындау. Тіпті пайғамбарымыз айтады, кімде-кім шынайы түрде менің сүннетімді тірілткісі келетін болса, мені жақсы көрсін. Ал мен жақсы көрген адам мен бірге жәннатта бірге болады деген сөзін Анас ибн Малик өзінің жанында, жүрегінде таситын еді. Сөйтіп пайғамбарымызбен аздығып толған уақытын қайта-қайта сол пайғамбарымызды айту,
сол қасындағы адамдармен, сахабалармен, табиғиндермен соны бөлісумен уақыты өтіп жататын еді. Айтқанымыздай, пайғамбарымыздың батасын алған Әнәс бір ғасырды өмір сүреді. Бала шағасы көп еді, мал мүлкі көп еді. Сол жердегі расында бір үлкен азаматтарға айналады. Соның бәрі пайғамбарымыздың тәрбиесінде болғанның белгісі. Тіпті дүние салып бара тұрған кезінде өзі айтып жататын еді, қайта пайғамбарымыз дүние өткен кезде біздер сол жерде үйінің алдында күтіп тұрдық дейді. Үйінің пердесі ашылған кезде пайғамбарымыздың мүбәрак жүзін көрдік. Әбу Бәкір алдымызда тұр еді. Сол кезде мүбәрак жүзі Құранның парақшасы сияқты нұрланып жарқырап жатыр дейді. Бұлардың бәрін қайта есіне алу арқылы көз жасын тоқтата алмайтын еді. Сөйтіп дүние салып батырған кезде жүзге келген Әнәс ибн Мәлик айтқанымыздай өзінің балдарына өте отырып, пайғамбарымыздың ертеректе бір сыйлаған бір аса таяғы бар екен, соны өзімен бірге салып жіберуді әмір етеді. Тіпті Әнәс ибн Мәлик пайғамбарын айтып отырған алды, қиямет күні мен пайғамбарымызбен қауышқанша асқам. Пайғамбарымызбен кездескен кезде айтам, әй пайғамбарым, мен сенің кішкентай Унайсың қызметкерімін ғой, маған да бір шапағатыңды болшы деп, сол нәрсені пайғамбарымызға айтамын деп, қайта бұл нәрсені айтып жатты. Расында қарайтын болсаңыз, 10 жылдық пайғамбарымыздың қасында жүрген бір қызметкер бұл нәрсені қалай жүрегіне тас. Әлбетте, әрбір мұсылман пайғамбарды сүю, сол пайғамбардың көзін көру, әрқайсымызға бір жүрегіміздегі бір уайымдататын бір жайт. Сол сияқты осындай сахабалардың өмір баянын біздер оқи отырып, пайғамбарымызды тереңірек, пайғамбарымызға деген махаббатымыз көбейгеннің үстіне әлбетте көбейе түседі екен. Алла сіздер мен біздерге де пайғамбарымызды көркем түрде бір жақсы көруге баршамызға Алла нәсіп қылдырсын.